Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 5-ші сынып математикасының ондық бөлшектерді көбейту тақырыбын өтетін боламыз. Біріншісі, тік төртбұрыштың ұзындығы 5,12 см, ені 2,10 см. Тік төртбұрыштың ауданын табыңдар дейді. Сонымен шешуі. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін оның ұзындығы мен енін көбейту керек. Сонымен біз 5,12 санын 2,10 санына көбейтуіміз керек. Олар екеуі ондық сан. Сондықтан оларды екеуінде аралас санға айналдырамыз. Содан кейін оларды жай бөлшекке айналдырамыз. Және осы жерде көбейту орындалады. 515-ке 23 саны көбейтіледі. Ал бөлшектің бөлімінде орналасқан 100-ге сәйкес бөлшектің бөлімінде орналасқан 10 көбейтіледі. Сол кезде бізде 515-ті 23-ке көбейтетін болсақ, бізде 11845 саны шығады. Ал бөлшектің бөлімінде 100-ге 10-ды көбейтетін болсақ, 1000 саны шығады. Осымен, осы шыққан жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырсақ, бізде 11,845 саны шығады. Ал енді 5,12 ондық бөлшегін 4,13 ондық бөлшегіне көбейтейік. Көбейтуді орындаған кезде бізде үтірді жоқ деп санаймыз, яғни үтірге назар аудармай, үтірді ескермей 512 санын 43-ке көбейткендей. Натурал сандарды көбейткендей көбейтуді орындай береміз. Сол кезде 3 санын 512-ке көбейткен кезде бізде алдымен 1536 сан шығады. Одан кейін 4 санын 512-ке көбейткен кезде 2048 сан шығады. Сонымен бұларды бір-біріне қосатын болсақ, біз жауапты аламыз. Сонда 22016 саны шығады. Бірақ бұл жерде үтірдің келуін түсіндіретін болсақ, көбейткіштерде үтірден кейін неше цифр орналасқан болса, жауабында да соңғы жағынан сонша цифрды алып, оның алдына үтір қоямыз. Сонымен бізде жауап 22,16 саны шығады. Сонда, ондық бөлшектерді көбейткенде үтірге назар аудармай, көбейту амалы орындалады. Сонан соң, ондық бөлшектерге үтірден кейінгі неше цифр оңдық таңба болса, көбейтіндіде оң жақтан сонша цифр оңдық таңба үтірмен ажыратылады. Сонымен жазылуы 5,12 көбейтілген 4,13 тең болады 22,16.